Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Қыздар, қараңыздар. Мен осыған дейін балалардың безантибиотик емделуіне көмектесіп жүрмін. Көп жаңағы аналарға рахметін айтып жатады сіздерге. Сол алдағы уақытта сол нелермен, яғни әдістермен бөлсем деп шештім. Соның ішінде қараңыздар, қыздар, бізде қазір көп балаларда қазіргі сезонда болатын ол насморк, мұрнынан су ағу. Оның енді ол суықтан болуы мүмкін. Қытай медицинасында оны екіге бөліп ажыратады. Оны алдағы уақытта айтып беремін. Қараңыздар, бізде мұрнынан су ағуды тоқтату үшін, қыздар, мына мұрнның астында екі нүкте бар. Яғни сол екі нүктені массаж жасау арқылы тоқтатуға болады. Міне Қытай медицинасында бұл бірден бір әсер ететін жаңағы әдіс. Міне дәл осылай 100 ретке дейін оқылайсыздар мұрның астын. Бұл мұрның астында мына жерде тамырлардың барлығын қан айналымын жақсартып, мұрнның ашылуына және судың тоқтауына, яғни мұрнынан су ағу жаңағы несінің тоқтауына әкеледі. Қараңыздар, міне осылай жұмыс жасайсыздар. Содан кейінгі қазіргі балалардың уже жайлап балаңыз жөтеліп, егер тұмауратып, есеп тұратын болса, бастапқы уақытта, қазір енді садикте көп сондай болады. Ондай кезде баланың екі омыртқасы, мен всегда айтамын, екі баланың екі омыртқасын жылытыңыздар деймін. Оны келесі видеода айтып берейін. Баланың аузынан су ағып жүрсе, медициналық көмекті талап ететін мен сізге 3 жағдайды айтамын. Баланың аузынан су ағу, сіз бұған дейін міндетті түрде бұндай жағдаймен кездескенсіз, көрдіңіз. 3 айлық, 4 айлық балдарда тоқтамай аузынан су ағу. Бұл өз кезегінде балдарда 3-4 айлық балада сілекей безінің функциясы толық қалпына келмеген. Және де балдар ойыншықты көп ауызға салатын болғандықтан ауыздың флорасы балдарда тез бұзылады. Бұл физиологиялық жағдай көп балдарда болатын. Бірақ енді мен сізге нақты медициналық көмекті талап ететін 3 жағдайды айтамын. Біріншісі, ауыздың шырышты қабатының зақымдануы, ол жерде молочница, стоматит немесе де қандай да бір басқа патогенді флораның болуы. Бұл өз кезегінде сілекейдің көп бөлінуіне алып келеді. Екіншісі, ол бізде ас қорыту жүйесінің проблемалары. Яғни балада ас қорыту жүйесінде қандай да проблема болатын болса, ол міндетті түрде сілекейдің көп бөлінуіне алып келеді. Үшіншісі, бұл әрине балдардағы құрттың инвазиясы. Яғни ішек жолында құрт кептірілген кезде балада міндетті түрде сілекей көп бөлінеді. Егер сізге пайдалы болса, менің парақшама тіркеліңіз. Алдағы уақытта мен сіздерге көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін деп уәде беремін.